Қадірлі қазақ елі, құрметті алматылықтар, ұстаздар, әріптестер, ата-бабамыздың ғасырлар бойы аңсаған арманның жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған, бостандық пен егемендіктің бастауы болған ұлы күн, республика күні құтты болсын. Еліміздің жалынды жастары бастарын бәйгеге тігіп, қаншама қыршын кеткен ұл-қыздарымыздың ерен ерліктері бүгінгі тәуелсіз еліміздің жарқын істерімен жалғасын табуда. Осындай тарихи думанда туымыз асқақтап, келешегіміз көркейе берсін. Қазіргі таңда мен еңбек етіп жатқан Алматы қаласындағы ұлы Абай атамыздың атын иемдеген республикалық дарынды балаларға арналған мектеп-интернат ұжымының ұстаздары да республика күнін қомақты табыстармен қарсы алуда. Оның бірден-бір дәлелі жыл сайынғы ұлттық бірыңғай тестілеу сынақтарынан біздің түлектеріміз жоғары жетістіктерге жетіп, еліміздің әртүрлі оқу орындарына түсіп, мемлекеттік гранттардың иегерлері атануда. Сонымен қатар дене шынықтыру және спорт мамандары біздер еліміздің келешегі, болашағы жас ұрпақты тәрбиелеуде аянбай еңбек етудеміз. Біздің ұстаздарымыздың негізгі мақсаты алдыға қойған дені сау, бәсекеге қабілетті, ары да таза, жаны да таза тұлға қалыптастыру. Осындай мақсатта біздің ұстаздарымыз келешекте маңдай терлерін төгіп, жас ұрпақты тәрбиелеуде еңбек ете береміз. Қадірменді достар, сіздерді алда келе жатқан республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Егеменді еліміз тәуелсіздігі баянды болып, мемлекетіміз жайнап көркейе берсін. Осы эстафетаны Абай желілік мектептерінің ұстаздарына табыстаймын.